Трамп Мадуроға отбасын алып елден қашып шығуға бір апта уақыт берген, бірақ Мадуро келіспеген. Мен сіздерге дәл қазіргі жағдайда Қытай мен Ресей емес, ақш-тың басты жауы неге осы Венесуэла болғанын түсіндірейін. Бірден айтайық, Мадуроға бір апта уақыт берілген туралы жаңалық инсайдерлік дерек көзден тарап отыр. Бұл әңгіменің басы 21 қарашадағы қос президенттің телефон әңгімесінен басталады. Ресми арналар бұл кезде ақпарат таратпаған еді. Олардың әңгімесі туралы бір апта өткенде, яғни 28 қарашада белгілі болды. Батыстық бақ бұл туралы мұнда да сенімді дерек көздерге сілтеме жасап хабарлап отыр. Әңгіме олардың айтуынша 15 минут уақытқа созылған. Әңгіме барысында Мадуро Трампқа отставкаға кетуге және елден қашуға дайын екенін мәлімдеген. Кететін болса, одан да отбасы мүшелерінен де санкциялар алып тасталадымыз. Оның үстіне заң жауапкершілігінен босатылуға тиіс болған. Мадуро өзімен қатар өз билігіндегі тағы 100-ден аса адамға қауіпсіздік кепілдігін сұраған. Бірақ Трамп бұнымен келіспей қойған. Сөйтіп Мадуроға бір апта ғана уақыт берген. Бұл 28 қарашада болуы керек жағдай еді. Дәл осы күні Трамп Truth Social желісінде Венесуэлада әуе кеңістігін ақш әскері жапқанын мәлімдеп жазба жариялаған. Бұл мемлекеттік қысымға не себеп болған еді? ақш Венесуэла билігін ақш-қа кесірін тигізетін есірткі саудасын қолдап отыр деп айыптайды. Венесуэла бұл айыпты жоққа шығарып, ақш-тың ісін тек Мадуроны елден кетіруді қалайды дейді. Жалпы бұл қысым күшейіп жатқанына бір айдан аса уақыт өтті. Мәселен, 21 қарашада ақш Кариб теңізіне әскери эскадрасын жіберген. Оның басында әлемдегі ең ірі Джеральд Форд авиатасымалдаушысы бар. Естеріңізде болса, биылғы қазан айында Мадуро ақш-пен қарым-қатынасты сәл де болса жұмсартуға тырысып, өз еліндегі мұнай қорларынан айтарлықтай үлес ұсынған болатын. Сондай-ақ америкалық компанияларға бірқатар басқа да мүмкіндіктер беруді қарастырған. Алайда ол билікте қалуды да көздеген. Сондықтан ақш шенеуніктері бұл келіссөздерді тоқтатқан. Кейін мемлекеттік департамент Мадуроны Картель де Лос Солес ұйымының жетекшілерінің тізіміне қосты. 16 қарашада ақш әкімшілігі бұл ұйымды шетелдік террористік ұйым деп жариялады. Ал тамызда ақш билігі Мадуроны ұстауға көмектесетін ақпарат ұсынғандарға $50 миллион беретінін жариялаған. Бұдан шығатыны сарапшылар мұнайдың ірі қоры бар Венесуэлаға Трамп неге қызығып отырғаны белгілі дейді. Ал ақш Венесуэланы есірткі контрабандасына көмектесті деп айыптайды. Алайда мынадай сұрақ туындайды. ақш-қа ең көп есірткі контрабандасымен айналысатын елдер тізімінде бірінші орындарда Мексика мен Колумбия тұр. Бірақ Трамп бұл елдерге шүйлікпейді. Қалай ойлайсыз? Неге?